Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай оңай шайға арналған печенье дайындайтын боламын. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ірімшігіміздің үстіне бөлме температурасындағы майымызды салып жақсылап араластырамыз. Үстінен жұмыртқаны, тұзымызды, қантымызды салып, бір келкі масса шыққанша тағы да араластырып аламыз. Үстінен електен өткен ұнымызды саламыз, қопсытқышты саламыз және қамыр илейтін боламыз. Бізде осындай әдемі қамыр пайда болды. Енді бұл қамырды 15 минут тоңазытқышқа қалдырып қоямыз. 15 минуттан кейін қамырымды алып, осылай 4 бөлікке бөліп, дөңгелектеп аламын. Енді қамырымызды 3-4 мм қалыңдықта жайып, печеньелердің формасын шығаратын боламын. Осылай печеньелерімізге формалар беріп жасап шықтым. Енді қызып тұрған пешімізде пісіріп аламын. Міне осындай болып печеньелеріміз пісіп шықты. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Шаймен ішкенге өте жақсы. Сіздер жасап көріңіздер. Оңай рецепт, үйдегі бар заттармен жасалынады. Менімен бірге болыңыздар. Менің келесі видеоларымда кездескенше аман сау болыңыздар.